Dәрігерлерге қатысты бірнеше оқиғалар осыған дейін болғанын білесіздер. Соның ішінде жедел жәрдем дәрігерлеріне қатысты бірнеше оқиға резонанстық сипатқа ие болды, сотқа дейін жетті. Осыған орай Шымкент қаласында медициналық көмектің сапасын арттыру әрі жедел жәрдем дәрігерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында бұдан былай жедел жәрдем қызметкерлері бейне жетонмен қамтамасыз етілетін болады. Бұл осы біздің Шымкент қаласында жүзеге асып отырған пилоттық жоба. Мақсаты қызметкерлерінің жоғарыда айтып кеткендей қауіпсіздігін қамтамасыз ету және медициналық көмектің сапасын бақылау. Құрылғы қызметкердің киіміне бекітілетін болады. Жұмыс барысында үздіксіз бейне және аудио жазбалар жазылады. Жазбалар бірден қорғалған серверге жіберіліп отырады және оны ешкім өзгерте алмайды. Сервердің барлығы мынау арнайы мемлекеттік бар емес пе бізде құрылған акционерлік қоғамы. Сол жерге барып түсіп отыратын болады. Қажет болған жағдайда тек сол яғни бұл қауіпсіздік ақпарат қауіпсіздік жағынан бәріне қорғалған, қажет болған жағдайда сол жерден алынатын болады. Бейне жетонда дабыл нүктесі бар. Қажет болған кезде бейне жетонның тағылған тұлға кез келген уақытта сол SOS кнопкасын басып, жедел көмек полиция тарапынан болсын, қайда болсын шақыра алады. Айта кетейік, қазіргі таңда Шымкентте 115 жедел жәрдем бригадасы жұмыс істейді. Оның 28-і дәрігерлік, 87-сі фельдшерлік. Пилоттық жоба алдымен осы бригадаларда сынақтан өтуде. Жалпы денсаулық сақтау басқармасы пилоттық жобаны оң бағалап отыр бүгінгі таңда. Осыған егер нәтиже біз күткендегідей болатын болса, барлық бригадалар толығымен осы бейне жетондармен қамтамасыз етілетін болады.